Еліміздегі орта білім беру мазмұнын жаңғырту бағытында жүріп жатқан қазіргі таңдағы өзгерістерге орай мен Оразбекова Альдия Ердәулетқызы, Қызылорда қаласындағы нөмір 11 мектеп-лицейдің тарих пәні мұғалімі 20-31 мамыр аралығында жаңартылған білім беру мазмұны аясында Қазақстан тарихы және құқық негіздері пәндерін оқытудың ерекшеліктері атты педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсынан өтіп жатырмын. Осы курс аясында пән бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес белсенді сабақ өткізу тәсілдерін, оқу материалдарын, қолдану жолдарын игеріп жатырмын деп сенімді айта аламын. Нәтижеге бағытталған білім саласындағы маңызды өзгерістер бізден оқытуды басқара білуді, педагогикалық шеберлікті, іскерлікті және де дағдыларды меңгеруді талап етері сөзсіз. Бұл орайда курстың мен үшін маңызы зор болды деп айта аламын.